басын алуы. 1742 жылы Абылайдың жоңғарлардың қолына тұтқынға түсіп қалуы, 3 шілде орта хан сайлануы секілді тарихи деректер негізге алынған. Мен кәдімгі шаршпын, азуаты қарыспын. Қарсы келген дұшпанын табаға таптып жаншын. Мен Абылай сұлтанмын, еліме шапқан жауыздың, тойтарыс берер қазақтың. Елім менен жер үшін, қарсы келген дұшпанның басын шапар батырмын. Жайсыз түс көрдіңіз бе, сұлтаным? Е, күзетшіні шақыр. Күзетші! Барлық батырлар мен бұқар жолға хабар бер. Хан кеңесіне жиналсын. Әміріңе болдық. Арыстарым, батырларым, бүгін міне елімізде шығыстан шырша тие келімен қоса жоңғар жағаннан алуға. Ал батысымыздан орман елі қиылдан шабуыл жасап, өз елің өзегіне кеп. Қазір дәл бүгін 300-дің басын біріктірмесек, ертең атамекен жеріміз, еліміз бос күнге айналатынын айтамын. Сонда не айла бар? Соғысу керек. Күтіп алыңдар. Уағалейкумассалам. Сұрауым армысыз? Армыз. Неге кешіктіңіз? Тәртіп, хава салып, шарғайын деген жерлерге шашылып жетіп бар. Ойла, кәкір салған орыс бекіністерінен өтемін деп кешігіп қалдым. Жырауым, менің сізге деген бір өтінішім бар еді. Айта ғой, қолынан келсе өкінді. Қысқасы былай алыс. Мен түс көрдім. Түсімде көрде жатыр екенмін. Бір бүйірден арыстанның, екінші бүйірден айдақардың дауысы естілді. Ал төбеме қарасам, шаңыраққа жоқ. Бір жағымда қасымнан тараған ұрпақтарым қылыш қайрап, мені күзетіп отыр екен. Ал екінші жағыма қарасам, уәлиден тараған ұрпақтарым яған арлап, саған аударып отыр екен. Абызым, егерде қасымнан тараған ұрпақтарым қылыш қайрап, майданда қалса, ал уәлиден тараған ұрпақтарым Құран аударып, қағазда қалса, мен қайда қалғаным сонда? Бұл не түс өзі? Түс жору, күлкі аулаумен де. Десе де түсіңізді жор. Қырыққа жетпей, табытта жатқаның, ғұмыр жасыңның ұзақ болатынын білдіреді. Ал сол табытта жатып, қос бүйіріңдегі арзулы арыстан мен айбарлы айдаһардан қалай құтылудың жолын таппай жалтақтағаның. Өлгенше халқыңның қос қапталындағы екі мемлекетте жалтақтағаның. Және сол екі мемлекеттің көпшегінен аман шығудың айласын іздеген. Ал төбеңдегі өзіңнен тараған ірім бұтағыңның бірі рухыңа бағыштап Құран оқытса,
қанжарын қайраса, уәлиден өрген тұқымың атын қағазда жазса, қасынан өрген тұқымың есімін майданда қалдырады. Бірақ есіңде болсын сұлтан, кім батыстан бір дұшпан, ақырда шығар сол тұстан. Өзі сары, көзі көп, діндарының аты көп, күн шығысқа қарайды. Уағызым, егер бір жолаушыға топ қасқыр шапса, жолаушы қайсысына бірінші барар еді? Ең таяу қалғанына барады. Онда бізге жақын орыс әскер емес, қалдан серен басқарған қалың қалмақ болып тұр ғой. Міне, мына жерде қалдан серен басқарған 300 әскерімен қалың қалмақ ертістен төмен өте келе біздерге қиюдан шабуыл жасайын деп отыр. Көрсін біздің қақпандардан құтылып. Осылай арыстарым, батырларым, соғысу керек. Алаш жұрты, қазақ елі. Бүгін ақ түйенің қарны жарылған күн. Бүгін айбында бұлай 300-ге хан атанды. Уа елім, уа жұртым, мен 300-ге қанағаттанғаныммен ештеңен шешпес. Егер де басымызда бірлік болмаса, елімізде тыныштық, береке орнамайтыны айтын анық. Жырауым, өз батаңды бер. Ал қолдарыңды жай. Ханның жақсы болмағы қарашаның елдігі. Қараша халық сөйлесе алтыннан болар белдігі. Ер жігітке жараса, қолына алған найзасы, бей жігітке жараса, қалпына тиген пайдасы. Келіншекке жараса, емізулі баласы, бұл жалғанда бір жаман ағайынның аласы. Жаманатқа жау бітсе, жанына торсық байлатпас, бірлікте болғай. Ал ханем, туырлығың биік, оғың берік, келген кең болғай. Әумин. Әумин. Жан-жақтан шошапқанда, жоңғарды да қуғанда, қазақтың ханы Абылай, ақ киізге отырып, хан сайланған Абылай. 300-дің басын қосқанда, қазақтың ханы Абылай 300-ді де қолдапты, халықты да қорғапты. Абылайдың тұсында бейбітшілік орнапты. Осылайша 1742 жылдан кейін Абылай тұтқыннан құтылып, 1771-1781 жылдар аралығында билік етеді. Сол тұста қазақ халқы гүлденіп, Абылайдың тұсында дами берді. Біздің көрініс, Үркер романынан алынған Абылайдың таққа отыру көрінісі. Сіздерге өнер көрсеткен Бомер 30 гимназиясы, назар аударғандарыңызға рахмет!